Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Нұрия тауық қанаттарының ең оңай жасалу жолын ұсынатын боламын. Дастарханның көркін ашады және өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып тазартып, салфетканың көмегімен құрғатып аламыз және осындай артық жерлерін барлығын кесіп алып тастаймыз. Бізге ол жерлердің ешқандай қажеті жоқ, сондықтан барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Енді ең оңай соусты дайындаймыз. Үйде бар заттардан жасалады. Алдымен томатты саламыз, содан соң майонезді саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, үстіне паприканы қосып, қасықтың көмегімен соусымызды араластырып аламыз. Толықтай қанша мөлшерін барлығын описанияға жазып өтетін боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді бағанағы тазартылған тауық қанаттарын осы соустың үстіне саламыз. Содан соң қолдың көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз барлық жерлеріне тиюі қажет, сондықтан асықпай араластырып алғанымыз жөн. Енді бетін жауып, бір 15 немесе бір жарты сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің маринадымыз толықтай дайын болады. Енді ыдысымызға саламыз. Мен осылай пергаментный бумаганы төседім. Төсемесеңіздер де болады. Ыдысымызға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутқа салып аламыз. Біздің тауықтың аяқтары тез піседі және сочный болып, керемет болып шығады. Достар, сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Ас болсын.